Құрметті қалайық, ассалаумағалейкум құрметті қалайық. Сіздер енді мені анау Олжас Сүлейменов атамызға нетпеңіздер, телімеңіздер енді. Мен Олжас Сүлейменов атамыз секілді емеспін, бірақ алайда фактылар мені, тарихи шындықтар, фактылар бұны айтуға мәжбүрлеп отыр. Мен сіздерге сол Олжас атамызға теңестіріп жібермес үшін Олжас Сүлейменов атаға. Енді теңестіріп жатсаңыздар, ондай адамға тоже рахмет. Бірақ по-любому теңестіресіздер, мен білемін. Мынандай бір мысал келтірейін. Естеріңізде болса, мына Абай Құнанбайдың жазбасында қазақтың ақылдары оңтүстікке кетіп, оңтүстікте қалып қойды дейді. Ол оңтүстік дегені Өзбекстан емес, оңтүстік дегені отырған ол Үндістан жері. Ол Бабырларды айтып отыр, жаңағы Әмір Темірдің ұрпақтары. И сол Әмір Темірдің ұрпақтары, Бабырлар, жаңағы Ұлы Моғол империясын жасап, қазір күні бар. Біреу Цейлон деген чай бар ғой, сондай компаниялардың жаңағы иелері екен, ірі миллиардер екен бәрі. И солар неден сөйлеп жатады ғой, жаңағы әдейі біз деп қарадым, кім қандай екен, түрлі бәрі үндіс болып кеткен, кәдімгі үндіс уже басқа ұлт. Сол секілді анау Иран жерінде де қаншама жаңағы Хулагудың ұрпақтары сіңіп кеткен, ана Қытай жерінде де солай Құбылайдың ұрпақтары сіңіп кеткен. Яғни ассимиляция мәдени түрде сол елге қызмет етіп жоғалып кеткен. Яғни қазіргі түркі біздің бауырлар жаңағы Анадолудағы, олар да 13-ші ғасырда кеткен, үздіксіз кете берген, негізінде өтірік, бір рет 13-ші ғасырға барып тоқтап қапты, одан кейін бармай кеткен өтірік. Одан кейін 14-ші, 15-ші ғасырларда бара берген. Ал сонымен қатар бұл жерде айта кету керек, жаңағы 1860 жылы Грэм немесе Грэхэм деген лақап атпен жазған Лора Джонстон бар ғой, Кэтрин. Соның кітабында жаңағы атқыштар және скифтар империясы деген кітабы, мен сіздерге алдыңғы видеоларда көрсеткем. Сол кітабында ол кісі жазады. Мына дейді, Түркия жақ, Кіші Азия, Бабилон, енді мен толықты бірақ кітаптағы мазмұнынан айтып отырмын. Сонау перғауындарға заманайда 3,5 мың, 4 мың жыл бұрыннан қазақтар сол кезде, қазақ емес, кешіресіздер, түріктер деп айтайық, оғыздар деп айтайық, сақтар деп айтайық, биксок деп атапты өздері. Сол заманда бері сол жақтың бәрін постоянно жаулап, постоянно сол жақпен аралас бола берді біздіктер. Барады екенде, кіріп алады екенде билік құрады, 2-3 жыл қасыр, сосын кейін құлдырайды, сосын тағы бір лек барады, сөйтіп лек-лекпен бара берген. Сол жыл жаққа бәрін жағалап жүре береді, ат мінген халық темірді игеріп алған, қару жасайды, ұра берген. Шығыста да солай. Яғни бүкіл дүниежүзі бойынша біздің ата-бабалар үстемдік құрған екен. Сол жаңағы сақ заманда 2000 жыл бұрын, 2400 жыл бұрын олар анау неге бара берген, Америка құрама штаттары бар ғой, қазіргі солтүстік Америка, оңтүстік Америкаға бара берген. Қазіргі күнгі ғылыми дәлел бойынша ана пирамидадағы жазулар, ана Перу деген жердегі қайдағы, немен солтүстік Америка мен оңтүстік Америка қосылатын жердегі. Сол жердегі пирамидадағы түрік сөздері 2000 жыл бұрын қашалып жазылған. Ана түріктердің бәрі 20 мың жыл бұрын барған деп айтып жатады ғой, оның бәрі өтірік. Енді алғашқы лек барған шығар. Бірақ ол жақпен қарым-қатынас 16 ғасырға дейін үздіксіз үзілмей бара берген. Ол жақтан жаңағы Христофор Колумбтан бұрын Түркия жерінде жасалған бусинкалар табылған, Американың жерінде. Ол жерге біздің ата-бабалар айтып тұрмын ғой, үздіксіз бара берген, ол жаққа қарым-қатынас болған. Ана Беринг бұғазы арқылы қысты күні қатып қалады, үстінен жүріп кете береді, атшанамен шөп тие болады да, и все. Сол енді негізгі тақырыпқа қарайық. Енді айтып отырмын, сонда бүкіл дүние жүзіне түркі баласы тараған. Түркі баласы деген, түркі деген сөз ол 7-8 ғасырда шыққан сөз. Енді бірақ алғашқы шыққан атауы 3000 жыл бұрын дейді. Ол түрік деген сөздің. Өйткені ең алғашқы темір кенін қорытқан Түкию болған. Яғни Түкию деген ол темір дулға деген сөз. Және ең бірінші түркін баласы патша сол темір дулға киген, содан бүкіл халықты Джунга мемлекеті, яғни Қытайлар, қазір біз Қытай деп атаймыз ғой, негізінде Қытай емес, олар Джунга, Қытай деп жіберген Ресей. Соның ежелгі бабалары бұлар темір қалпақ киген мемлекет халық деп атағанда Түкию деп кеткен, Түркия деп. Енді бұл енді шамамен 3 жыл. Бірақ бұл анық дәлелденбеген, бұл жай жорамалмен тұспалдап жеткен дүние. Ал шынында түрік деген сөз ол 7-8 ғасырда шыққан сөз. Оның ар жағындағы уақыт, жаңағы алтын адамдар уақыты, ол оғыздар заманы. Алтын адам бәрін сақ деп жүрміз ғой, ресми тарихта оның бәрі оғыздар, оғыз заманы. Не осы сол жаңағы кімнің кітабында, жаңағы кім бар ғой, Грэм кітабында, Грэхэм немесе және айттық, Кэтрин Лора Джонстон әйел адам, о заманда христиан дінінің заңында күшті болып тұрған кезде, анау әйел адамға ғылыммен айналысуға тыйым салынған ғой. Сол кезде ол лақап атпен жазған 1860 жылдары бұл кітапта. Сол кісі жазады, мына
Қазіргі Ресейдің жері дейді толық Қытай скифтарға тиесілі дейді. Негізгі тақырып не осыдан басталып отыр. Ал скифтар деген ол кімдер? Олар көшпенділер. Ал өзіміз оны біз сақ деп алдық. Скиф деп атаған оны гректер, а гректер о заманда эллиндер деп аталған. Сол көшпенділердің жаңа европалық және азиялық деген екі бөлінген. Біз азиялық жатамыз, мына не жақтағы бар, мына Ресей жеріндегілер, Украина жеріндегілер, солтүстік Кавказ тауының бөктеріндегілер европалықтарға жатқан. Енді мына бір қызықты қараңыздар. Жаңағы сол Грем жазады 19-шы ғасырда. Ресейдің жері толықтай скифтердің жері дейді. Яғни көшпенділердің жері, түркілердің жері, ол жерге ешқандай халықтың құқы жоқ болатын дейді. Қазір ол Ресейдің жері, орыстың жері болып отыр деп жазады. Содан кейін барады да бір ғалымның сөзін келтіреді. Онда жазады, мына Ресейдің дейді, әрбір 10 адамның 9-ы дейді, орыстың әрбір 10 адамның 9-ы түрік дейді. Жаңағы кітапта жазылып тұр. Енді мынаны қараңыздар. Әйгілі Бонапарт не деді? Әйгілі Бонапарт айтты ғой. Коверни любого русского там найдешь татарина. Яғни әрбір орыстың бетін тырнасаң, ар жағынан татар шығады. Татар деген қазір татар ұлты емес. Ол татар деген түрік деген сөз. Тартар деген сөз. Соны айтқан көрдіңіздер ме? Ал енді орыстар түрік. Соны осыны айтайын деген. Енді мынаны қараңыздар. Сізген айтып тұрмын ғой, сіздер мені Олжас Сүлейменовқа ұқсатып жібердіңіздер. Олжас Сүлейменов бұны баяғыдан айтып жүрген негізінде. Мынаны қараңыздар. Тарихта Болгар деген мемлекет болған. Үлкен мемлекет. Оны орыстар Болгар деп жазды. Болгария деп жазды. Болгария деген атаумен ана жақта бір кішкентай мемлекеттің атына бұра болып қалды. Олар да түрік. Бірақ сол Болгар деген сөз, Болғыр деген сөз. Болғырдың синонимі мәңгі. Ол мәңгі ел деген сөз. Жаңағы Шыңғысхан мемлекетінің, Шыңғысхан халқының туысы. Олар жаңағы Волга бойын бәрін жаңағы мекендеп отқан. И олар, христиан діні, мұсылман дінінде болған. Яғни олардың діні бәрі өзгеріп, тілі бәрі өзгеріп, басқа ұлт болып бара жатқан. Сол кезде кімдер, батухандар шабуылдап жүрген сол кез. Яғни басқа бір мемлекеттің идеологиясының ықпалынан шығару үшін болған соғыс. Соларды да өздеріне қосқан болғырлар үлкен мемлекетке айналған. Олар сосын кейін оны мойындап жүр. Ал болғырлардың тікелей ұрпақтары қазіргі ол қазан татарлары. Қазан татарлардың шын аты болғыр. Енді мынаны қызықты қараңыздар. Осы болғырларды жаңағы кімдер, европалықтар, жаңағы Грэм, яғни Кэтрин Нора Джонсон ханым өзінің кітабында ғұндарға қосып жазады. Яғни қыпшақтарға қосып жазады. Қыпшақтармен бірге дейді. Бұлар бір халық болды да дейді, жаңағы 5-ші ғасырда 425 жылдары. Сосын бәрі қосылып, анау Европаны алған. Көрдіңіздер ме? Ана Рим империясын құлатқан. Рим империясын құлатқан себебі ол идеология. Бұның артында идеология тұр. Қандай идеология? Мына бүкіл дүниежүзі бойынша құлдық жүйені таратып отырған, әлемге таратқан ең бірінші ол Египет. Оны бар гиксоктар құлап тастады. Одан кейін Вавилон, оны да бар біздің сақты бабаларымыз қирап тастаған. Одан кейін Рим, оны да біздің бабалар барып қирап тастаған. Одан кейін мына шығыс жақ, Қытай жақ түгел құлдыққа әуес болған. Индия жақ. Сондықтан да соның бәрін жаулап, анағы құлдық жүйе, құлдық идеологиясы біздің далаға, ұлы далаға кіріп кетпес үшін жасап отырған әрекеттер, оның бекерден бері жасамаған. Осы кітапты оқып отырсаңыздар өздеріңіз түсінесіздер. Ал қазақ даласында, яғни қазіргі ұлы далада біз мұрагеріміз ғой, құлдық жүйе болмаған. Тіпті патшалық Ресейде не деуші еді, крепостное право болған кезде қазақтың жерінде құлдық болмаған. Олар бірін-бірін құлдыққа сатып атқанда бізде құлдық болмаған. Крепостное правоны европалықтар алып келген. Жаңағы Ресейдің Алтын Ордадан кейінгі дәуірінде орыс патшалығы болды да, 180 жыл ма, 190 жыл тұрды да құлап қалды да, 1700 жылы. Сосын оның билігін жаңағы Ватикан келіп узурпация жасап алды да, сосын кейін олардың тілін өзгертті, жаңағы ділін өзгертті, басқа бір ұлт жасап шықты да, бізге қарсы орталық Азияларға айдап салды. Яғни Ресей сол заманда 18 ғасырдың басымен 1900 жылға дейін, яғни 20 ғасырдың басына дейін Ватиканның түркі даласына бағытталған қолғы шоқпары болды Ресей. Осы кітапта да жазылып тұр. Ресей сейчас мощно держит Тартарию дейді. Яғни Скиф даласының Европа деген ықпалын күштеп ұстап тұр дейді. Сосын бұл кітапта тағы да жазылады. Не деп? Қытайлар дейді, шындығында түбі түрік дейді олардың дейді. Яғни өздерінен азып басқа ұлтқа айналған дейді. Көрдіңіздер ме? Соны қарап отырсақ, бүкіл дүние жүзіндегі бар ғой, ана прогрессивтік қасиеті қайда халықтардың, әр халықтар. Ол былай айтқан кезде түркі баласын тұз деп алсақ, сол елдерге барып дәмін келтіріп, солардың бәрін көтеріп жіберіп отыр. Жаңа немістердің де мысалы ішінде мына Массагеті дегендер бар ғой, жаңағы кімнің Томиристің ата бабалары.
Томирис, Массагеты, Геты, Гот. Олар осы жақта мекен еткен жирен көккөз қазақ дейді ғой. Олар солар негізі қазір жирен көккөз қазақтар, солардың біздің геномымызда қалған тарихи мұра, жаңағы кімдердің сақтардан. Ал олар Қазақстан жерін мекендеген, сосын олар бар бай, жаңа Иса пайғамбардың тұсында 2 ғасыр бұрын ба Индия жерін жаулаған. Сосын Индиядан бері қайтып келгенде қыпшақтар күшейіп, күшейген жоқ, қыпшақтар ан жақтан Сян би атауымен шығыс қазақтың ата бабалары ығыстырады. Сосын кейін қыпшақтар, мына Болған басына қарай кімдерді итеріп шығарады, жаңа Готы, Массагеты деген бар ғой, Томиристің ата бабаларын. Сосын олар шығады, сосын кейін олар кімдер жаңағы шығыстықтар, тағы да сянбицтер бері қарай тараған кезде, қаптаған кезде кімдер қыпшақтар, яғни ғұндар Волга тұсына барады да, ал жаңағы готтар, яғни жаңағы массагеттер, олар жаңағы Европа жерінен кетеді қой. Қазір Голландия, Германия жерінен кетеді, сосын сол халықтардың ата бабасына айналады. Енді қызықты қараңыздар, Элизабет деген Голландияның несі, Элизабет Хейдерл. 16 жылы ғалымы, әйел адам Қазақстанға келеді, сосын біздегі сақтардың геномдарын алып, өзінің елдерінде шыққан обалардағы сақтардың геномын салыстырғанда бір қалып болып шығады. Яғни, әйгілі орыстардың бәрі мақтанып жүретін викингтардың ата бабалары Қазақстан жерінен шығады. Түп тамыры Қазақстан жері болып шығады. Ол викингтарға жаңағы орыстарды түркі деп есептесек, оларды скифы деп есептесек, онда олардың да ата бабасы болып тұр. Бірақ нақ шыққан жері біз боламыз. Сонымен қатар мына кімдер, украиндықтар, ол шығыс, батыс түрік қағанатының байтқан кезде ең шетіндегі нелер, ғұндар десе болады, немесе жаңағы қыпшақтардың бөлігі, сары қыпшақтар деген солар. Ана Софиядағы мешіттегі ойлардың бәрі содан қалған, жаңағы қыпшақтардан. Мен осы кітаптың бүкіл бір мазмұнын айтып беріп отырмын сіздерге. Мына видеоны соңынан көрген азаматтар. Бұның бәрі сенсациялық дерек. Осы видеоның жаңағы парақшасының бәрінің беттерін өздеріңіз көрдіңіздер, кітаптың беттерін қойдым. Сол кітаптың беттері бойынша өздеріңіз деп тауып оқып алыңыздар, сенбесеңіздер. Мен тек қана аргументпен, фактпен ғана сөйлеген жақсы көремін. Өйткені мен профессор емеспін, жаңағы тарих мен сөзіме сене салуға. Бір сондай бір не бар ғой, имамдар болады ғой, мен имам, мен өтірік айтпаймын, маған сен дейді, бітті, сен сенесің, сол секілді профессорда, мен профессор тарихшымын, маған сен дейді, біз оған сенеміз, бірақ қайдан оқығанын, не екенін бәрін көрсетпеді. А мен олардың айырмашылығы, мен қайдан көрдім, қайдан оқым, барлығын көрсетемін сіздерге. Көрдіңіздер ме? Сондықтан да мен бәріне сілтеме беріп отырамын. Сондықтан да мына видеоны тыңдап отырсаңыз, бұл видео сенсациялық дерек. Осы 12 минуттың асқанға дейін тыңдаған кісі, осы видео манипуляция емес, жан жаққа бөлісіңіздер. Бүкіл халық көрсін, қазақ халқының жаңағы аты бар ғой, айтпақта бұл жерде тарайта кетейікші. Қазақ деген сөз ол свобода деген сөз. Мен түп тамырына жеттім. Ол қазақ деген сөз расында да Иса пайғамбар заманынан бұрын болған сөз. Бұл жаңағы Ресейдің энциклопедиясында жазылған. Қазақ деген сөз восходит до рождения пророка Иисуса дейді. Яғни бұл азат деген сөз, яғни бұл халық, жаңағы біздің ата бабаларымыз осы қазақ деген сөз арқылы анау нелерге, батыс елдеріне, жаңағы батыс Азияға дейді, бізге санағанда батыс, мына Иран, қазіргі Түркия жері, анау Египет, барлық батыс қой біз үшін. Ол ана еуропалықтарға ұқсап, оны жақын шығыс деп алған. Жақын шығыс ол Америкаға болады, а бізге ол батыс. Сол мемлекеттердегі құлдық жүйе пайда болып келе жатқан кезде сол қазақ деген ұранмен барып, свобода деп, соның бәрін халықтың бәрін освобождать етіп отырған, өз билігінен освобождать етіп, өзінің заңын өзіне орнатып беріп отырған. Қарап отырсаңыздар, Американың қазіргі саясатына ұқсайды. Америка ешқашан ештеңкені ешқайдан алған жоқ. Оның бәрі тарихтан көрсетілген. Оны көрсетіп отыр біздің ата бабаларымыз, яғни демократияны апарып беріп отырған ғой. Ғасырлар сайын демократия жасап отырған ғой, жан жақтың барлығына. Сосын оның бірақ бір уақытта оның бәрі құлдырап, қайтадан монархия орнап отырған. Көрдіңіздер ме? Сондықтан да қазақ деген сөз ол ұлы сөз екен де, расында да свобода, еркін деп. Сондықтан қазақ халқы осы видеоны тыңдап отырған. Бәріңіз азат болыңыз. Ешқашан ештеңкеге бағынбай отырсыңыз. Ештеңкеге естеріңізде болсын. Құдайдан басқа ештеңкеге. Өйткені біздің самый главный тезисіміз сол. Иман деген сол, Құдайға сену деген сол. Құдайға сенген адам ғана еркін болады. Көрдіңіздер ме? Олардың аспаны көк тәңір болғанда, Құдай, бір құдайшылық болғанда ғылымы. Сол бір құдайшылыққа жаңағы қазақ сөзін орап, яғни түсінігін орап, свободаға орап, бүкіл дүние жүзіне былай айтқан кезде өзінің азат ойын, еркіндігін таратып отырған. Көрдіңіздер ме? Бүкіл халықтарға азат. Қазіргі заманда өздеріңіз білесіздер, бүкіл дүние жүзі бәрі құлдық жүйеге былай айтқан кезде современный түрмен түсіп,
шырмалып маталып жатыр. Енді қазақ баласының несі, батыңыз мақсаты, любой қазақтың баласының басы күшті істейтін қазақтың баласын, ана Гарвард дейтін нелер оқыған, соны универ оқыған, енді гений жігіттердің басы бүкіл дүние жүзін батыңызды азат ету болу керек, азаттықты жер бетінен жоғалтпау керек. Өйткені қазіргі мемлекеттік жүйелердің барлығы корпорациялық тұрғыда халықтарды қол ету жүйесіне негізделіп бара жатыр. Оның авторлары бірінші Трамптың артында тұрған кісілер, сонымен қатар Ватикан да соны жасағысы келіп тұр. Ең түпкі мақсаттар олардың цифровой валюта жасап, бүкіл елдің бәрін әрбір балаға дейін өзіне қол ету. Көрдіңіздер ме? Міне көрдіңіздер, тарих не үшін керек? Ақыры біз неге жеттік? Тарих бүкіл саясаттың, бүкіл экономиканың несі, тұғыры, негізі. Көрдіңіздер, Құранда бекерге тарих деген сүре жазылмаған, ағайын. Сондықтан осы видеоны тағы айтамын, жан-жаққа тарасын. Бұл бір лекция видео болып кетті, керемет. Бүкіл қазақ баласы көріп, тәнті болып, өзінің кім екен, генінде қандай информациялар жатқан екен, бәрін біліп жүрсін ДНК-сында. ДНК-да ешқашан құрмайды, естеріңізде болсын. Біз бүкіл әлемге билік жүрген халықпыз, және осы тарих кітап бойынша оқып отырсам, бүкіл дүние жүзіне идея лақты, бүкіл дүние жүзін құтқарып отырған халықпыз, біз сондай халықтың ұрпағымыз. Сондықтан да жаңағы ксенофобияға бермей, ұлтшылдыққа бермей, фашизмге, нацизмге бермей тірлік жасау керек. Тірлік жасаңыздар. Адам ұлы идеяға сенсе ғана оның мемлекеті ұлы болады. Ал ұлы идеяны орындайды деп сенбеген адам, ол ешқашан ешкім болмайды. Естеріңде болсын. Рахмет.